Мынау өздеріңіз көріп тұрғандай жедел саты дейді ғой қазақша оларға. Электронный, міне көріп тұрсыздар. Бұл жерде тұрғындар әлі 50% келмеген. Мындай кнопкалары бар басатын. Сосын мындай ағашпен қаптап қойған, пока ремонт жүреді, мынандай сияқтылар тасиды мысалы бар ғой. Мына жестиян білінбеу керек. Әлі 50% көшіп келген. Бәке, не айтасың? Ой, не айтайын? Аманшылықтар өйстіп, жедел сатымен түсіп мініп жүре керек, орта жолда тоқтап қалмайды. Бәрекелді. Ал осы міне лифтті көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде тұрғындар әлі саяқ деп жатырық. Бұл жерде обзор жасаған кезде енді сіздерге айтарым, мынау 11 этажды үй. Мынау площадкасы өздеріңіз көріп тұрғандай машиналар тұр. Содан кейін детский площадкасы бар. Мен қолмен көрсетіп тұрған жерде детский площадка. Төменде магазин бар. Тағы мына жақтарда үйлер салынып жатыр. Қарама-қарсы өздеріңіз көріп тұрғандай. Мен қолмен көрсетіп тұрмын ғой. Дәл солай. Так, енді мына үйдің общий квадратурасы, қазір мына жағынан көрсетейін, 60, кешірерсіздер, 45 квадраттай болады общий квадратурасы. Бұлай есіктен кіріп келген кезде мынадан, мынау есік қой, енді көрсетейін. Мынау сол жағы зал болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мына жағы, оң жағы кухня болады. Студионный дейді ғой, студия мысалы. Жаңағы студионный үй деп айтады. Мен тілім келмей жатыр, кешірерсіздер. Өзім білгеніме айта берейін. 46 квадрат общий. Міне обзор жасап жатырмын. Мына есіктен кірдіңіз, сол жағы зал, студионный үй болады. Мынау енді өздерің санузел, мына жақ. Санузел. Әлі бұл үйде ремонт жүріп жатыр енді. Комментарий жаза беріңіздер, айта беріңіздер. Ремонт жүріп жатыр бұл үйде. Енді мен обзор жасап жатырмын ғой, шолу. Бейне шолу дейді ғой. Сосын мына жерде міне қазір мынандай тамаша не шыққан екен, көрдіңіздер ме? Мынандай ашып жабылады осындай. Мынадан ашып, ана суын жолып тастайсың, счетчигің бар, анардан қарайтын болсаң. Ыстық су, мұздай судікі бәрі осының ішінде. Канализацияның жүретін трубасы бәрі осының ішінде. Мынау унитаз өздеріңіз көріп тұрғандай. Мынарада умывальник болады. Дәл мынарада, міне ішін көрсетейін сіздерге. Ол бәрі көзбен көргендей болмайды, сөздің шын айтайын. Мен обзор жасап жатқаннан кейін YouTube-қа салам қазір. Комментарий жазып отырыңыздар. Так, мына жаққа келдік. Мынау студионный деп жаңа айтты, мен қайталап айта берген қызық емес сияқты болуы да мүмкін. Мынау кухня. Кухня ас үй дейді ғой, ас үй деп айтады. Ас үй, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынарға кухнялар құрылып жатыр жайлап. Потолок, міне натяжный потолок салынды. Мынау кладовка дейді ғой, енді азық-түлік сақтайтын. Холодильник емес, холодильник. Андай құрғақ азық-түліктерді осының ішіне сақтайтын. Бұған да натяжный потолок салынады. Монтаждар жүргізілген проводпен, электромонтаждар. Сіздерге Ақтау қаласынан электромонтаж жұмыстар шығып жатса, хабарлассаңыз да болады. Бізде мұнда электриктер бар жасайтын, мердігерлер. Осы міне өздеріңіз көріп тұрғандай кухня, міне қазір алыстау түсірейін. Кухня, міне алыстау түсірейін. Енді бұл жерде не жүріп жатыр? Ремонт, жөндеу жұмыстары. Әрлеп, мынау стиралка, мынау духовка бәрі орнына түсу керек. Ана мебельдің жандарына. Мына кухня сіздерге көрсетіп жатырмын. Кухня кемінде бір мынандай бір 15-16 квадрат қой енді кухня. Мына зал. Енді тағы бір құпиямен бөлісейін да сіздерге бір қызық болсын, айта кетейін. Бұл үйдің іші коттедж 2 этаж да, 2 этаж. 11 этаждың ішіндегі коттедж ғой, былай айтқанда. Мынандай нелері бар. Баспалдақ, лестница дейді, орысша айтқанда, қазақша баспалдақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай міне. Төменгі этажда 2 этаж қылып салған. Қазір түсеміз ол жаққа да төмен қарай. Міне. Негізі 2 бөлмелі, мынау 1 бөлмелі үй ғой, енді мынау зал, мына кухня. Бұдан енді 1 бөлмелі үйден арасын қосып жіберіп коттедж қылып, мынандай 3 бөлме қылып құрастырғанда, общий 3 бөлме қылып құрастырған. Міне
баспалдақпен түсіп бара жатырық. Сонда бір бөлмелі үйді ұтып тұр да, бір бөлмелі үйді екі этаждан сатып алып, арасын осылай қосып жіберіп, осылай 3 бөлме болған. Сондай бір құпиялары бар. Сіздер нақтырақ білгілеріңіз келіп жатса, жаңағыдай комментарий жазып астыға сұрасаңыздар болады. Мұны астыңғы подъезден кіретін не бар, есігі бар. Монтаж жұмыстар жүргізіліп жатыр әлі. Так, мынау мебель қиылып жатыр, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Так, мына жақ зал. Бұл жаңағыдай мына жар бөлім деген, мынау негізі кухня, ол да енді бөлме болып кетеді. Ол жаққа да барамыз. Мына жер міне зал. Бұл да тоже 46 квадрат. Мына балконы. Зал, балконы. Әлі потолок төнет бұның бәрі, натяжный потолокпен. Пластиковый окна, пластиковый терезе, пластикті, пластмассадан жасалынған. 2 қабатты, дыбыс өткізбейтін. Мынау жаңа зал. Бұл да потолок төніп жатыр, міне жан жағына не салып қойды. Натяжный потолоктың құралдарын. Содан кейін оны потолокқа тартады одан кейін. Бұл жерде құрылыс жұмыстары әлі, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, әрлеу жұмыстары. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Сұрап білгілеріңіз келіп, не қылсаңыздар, жазсаңыздар болады комментарийға. Мен айта беремін, ерінбеймін. Мынау жаңағы санузел, төменгі этаждағы санузел. Ванны бар, туалет бар. Ал мынау жаңағы айтып отқан бір бөлмелі үйдің екінші бөлмесі, бұл да детский болып кетеді, көрдіңіздер ма? Сонда бір бөлмеден 3 бөлме шығарып отыр ғой, бір бөлмелі үйден сатып алып, 3 бөлме шығарып отыр. Анау коттедж болып кетеді сонда. Этаж үйдің ішіндегі коттедж ғой. Ал нақтырақ осы үйлердің Ақтаудағы ЖК Абыройдың квадратурасы қаншадан екенін білгілеріңіз келіп жатса, бұл үй қаншаға шықты, Ақтау қаласында үйлер қаншадан, солардың бағаларын білгіңіз келіп жатса, комментарийға жазыңыздар. Комментарийға жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Подписаться басып. Солай, екі оқпен бір қоян аттық деген сияқты ғой. Міне, жақсы, сау саламатта болыңыздар. Мен сіздермен Мереке. Ақтаудан үйлердің бағасын білгілеріңіз келіп жатса, осында комментарий жаза қойыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.